Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз қалқанша безі ауруының 10 белгісі туралы болмақ. Егер де тақырып сіздерге қызық болса, видеомызға лайк басып, ары қарай жалғастырайық. Ең алғашқы белгі салмақ жоғалту немесе салмақ қосу. Гипотериоз кезінде салмақ қосылады, ал гипертиреозбен төмендейді. Келесі стул. Гипотериоз кезінде іш қату және ішек перистальтиканың баяулауына байланысты, ал гипертиреозбен диарея пайда болуы мүмкін. Үшінші, тамақ пен мойындағы ыңғайсыздық. Бездің мөлшерінің ұлғаюы, ондағы түйіндердің пайда болуы, дауыстың, жөтелдің, тамақтың немесе сілекейдің жұтынуының қиындауын, мойынның алдынан асимметрия мен ісінуге, жұтынғанда бірдене тұрғандай сезім тудыруы мүмкін. Шаршау және депрессия. Тітіркену, эмоционалды лоб және алаңдаушылық. Гипотериоз кезінде көңіл-күй және жұмысқа қабілеттілік төмендейді, ал гипертиреоз кезінде мазасыздық, ашуланшақтық және алаңдаушылық сезімі жоғарылайды. Жүрек пен қан тамырларының бұзылуы. Гипотериоз кезінде баяу пульс байқалады, минутына 60 соққыдан аз болған кезде. Аздап ауырғанда және қан қысымының төмендеуінде де тыныс аз болады, және бездің гиперфункциясы кезінде пульс минутына 80 соққыдан, қысымның жоғарылауы, мойын тамырларының пульсациясы байқалады. Беттің ісінуі. Гипотериоз кезінде бет ісінеді, ал гипертиреозда көз айналасындағы ісіну пайда болады. Терлеу немесе қалтырау. Гипертиреозда ыстықтау және терлегіштік болады, ал гипотериозда қалтырау сезімі. Шаштың түсуі, тері мен тырнақтың сапасының өзгеруі. Гипертиреоз кезінде терінің пигментациясының жоғарылауы, тізе мен табан терілерінің қабыршақтануы. Гипотериозда құрғақ теріде, пилинг аймағында терінің сарғыш түсі және тырнақтың сынғыштығы байқалады. Шаштың түсуі және нашарлауы кез келген гормоналды теңгерімсіздікпен байқалады. Көздің симптомдары. Бездердің гиперфункциясымен көздің бұлдырауы, фотофобия, сирек жыпылықтау және лакримация байқалады. Науқастар көру қабілетінің бұзылуына, фотофобияға, көздің жасаурауына шағымданады. Көз алмаларындағы ауырсыну сезімдері болмайды немесе шамалы болады. Менструация. Гипотериозда сирек және аз-аздан, ал гипертиреозда тұрақсыз етеккір циклі болады. Сонымен достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз өз соңына жетті. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.